ең қайырлы дұға қандай дұға дейді. Қараңыз да, Алла субханаху ва тағала Құранда бізге үйреткен дұға. Қандай дұға? Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Я Раббым, бізге бұл өмірдің жақсылығын бер, ол өмірдің жақсылығын бер, бізді дозақ отынан сақтағын. Қараңыз да, ең жақсы дұға осы дұға. Ол деген нәрсе, Алладан сіз екі өмірдің жақсылығын сұрап жатсыз. Қиындықтан, жамандықтан қорған тілеп жатсыз. Сол үшін ең жақсысы дұға Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Және де оразада дұға, жасалатын дұғаның ең абзалы Аллахума иннака афуун тухиббул афва фаъфу анни. О Раббым, сен кешірімдісің, кешіру жақсы көресің, мені кешірген деген дұға. Қараңыз да. Сол үшін Құранда келген, хадисте келген дұғалар иншалла бұл ең жақсы дұғалар иншалла. Әрине бізде мынау дұғалар жинағы деген кітапшалар бар өзі. Осы кітап мәселесін айтып кететін болсақ, құрметті тыңдармандар, бізде Аллаға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Сол кітаптарға қарасаңыздар, сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сараптамасының оң қорытындысын алған деген кітаптар болса, бұл жақсы иншалла. Сондай кітаптар алуға тырысыңыздар, өйткені оны біздің жаңағыдай ұстаздарымыз, жаңағыдай ғалымдарымыз тексеріп қараған, былай айтқан уақытта сараптама өткен кітаптар болады. Сондай өткен дұғалар болатын болса, алып алсаңыздар, иншалла нұр үстіне нұр болады иншалла.